Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен отбасылық дәрігер Бегім Талапқызы. Бүгін үлкен дәретім қан аралас, не істеймін деген тақырыпты талқылағым келіп отыр. Сіздерге ақыл кеңес ретінде. Көптеген адам үлкен дәретінде қан көрген кезде сасып, не істерін білмей, қобалжып, уайымдап, сонымен қатар үлкен стресске түседі. Үлкен дәрет қанмен бірге шығуы асқазан ішек жолдарының бірнеше ауруында болуы мүмкін. Олар асқазан ішектің жоғарғы бөлімінің жарасы, сонымен қатар ішектің соңғы бөлігіндегі жаралар, ішектің қатерлі геморрой, анальды сызат, сонымен қатар және тағы басқа аурулар болуы мүмкін. Көбінесе асқазан ішек жолының үлкен дәретте қанның болу себебінің 60-70% геморрой болып табылады. Сондықтан қатты қобалжымаңыздар. Бірақ 20-30% қатерлі аурулардың қатарына кіруі мүмкін. Сондықтан, егер сізде үлкен дәретіңіз қан аралас болатын болса, тексеріліп қаралған жөн. Егер көбінесе тікшектің геморройлары кезінде қан алқызыл түсті қанды көреміз үлкен дәретпен. Қараңыздар, ал егер мына ішектің жоғарғы бөліктерінен, яғни қан болатын болса, жоғарғы бөліктерінен қан шығатын болса, ол бізде қанның түсі қара түсті болады. Сонымен қатар, мысалы мына асқазан ішек жолының асқазаннан немесе ішектің жоғарғы бөлігінен болатын болса, асқазан мен ішектің ішіндегі шырышпен араласып, қан қара түске боялып, біз нәжістің қара түске боялуын немесе нәжісіміздің түсін өзгергенін байқаймыз. Ол асқазан ішек жолының жоғарғы бөлігінен қан кетіп жатыр деген сөз. Егер темір препараттарын ішпесеңіз, то онда жоғарғы бөліктен қан кетіп жатыр. Темір препараттарын қабылдасаңыз да нәжісіңіз қара түске боялуы мүмкін. Бірақ асқазанның төменгі бөлігінен, тікшек бөлігінен қан кететін болса, тікшектің геморрой немесе көтеу деп атаймыз қазақша, немесе тікшектің сызаттары, жарылулары болған кезде де бізде қан кетуі мүмкін. Не істеймін? Үлкен дәретім қан аралас, не істеймін деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Нақты себебін білу үшін біз хирург-проктолог дәрігеріне қаралу керек. Ол тікшекті саусақпен тексеріп, қажет болса анаскопия деген зерттеу әдісін тағайындайды. Мына суретті көріп отырған осы суретте бұл тікшекті пальпациялау деп аталады. Осы тікшекті пальпациялау арқылы біз тікшектің жағдайы туралы көп ақпарат аламыз. Егер алла сақтасын қандай да бір қатерлі ісіктері болса, осын тікшекті пальпациялау арқылы біз біле аламыз. Сонымен қатар анаскопия деген әдіс те бар бізде. Оны келесі жақта айтып өтем. Көп науқастар ақшам жоқ, тегін қаралуға болады ма деп сұрақ қояды. Я, болады. Тек қан көп емес, жағып, аздап келетін болса, ол үшін тұрғылықты жеріңіз бойынша емханаға, терапевт дәрігеріне немесе жалпы тәжірибелік дәрігерге жазыласыз. Және ол кісімен кездесіп, өзіңіздің шағымдарыңызды айтып, сонан соң осы дәрігерлер сізді хирургқа немесе проктологқа жібереді. Ал егер қан көп мөлшерде немесе бас айналу, іш аурумен қатар жүрсе, жедел түрде 103-ке хабарласып, жедел жәрдем шақырыңыз. Күткіңіз келмесе, жедел жәрдем пунктына барыңыз. Орысша приемный покой деп аталады. Сол жерде сізді яғни хирург-проктолог қарап, анализдеріңізді жасап, егер өмірге қауіпті жағдайлар болса, сізді больницаға жатқызып, емханаға жатқызып, сізді емдеп шығарады. Яғни үлкен мөлшерде қан кетулер, егер үлкен мөлшерде қан кетіп жатса, ол өте қауіпті. Үлкен мөлшерде қан жоғалтсаңыз, сіздің давленияңыз түсіп, жүрек соғысыңыз тездеп, басыңыз айналып, ағзада қан жетіспегендіктен сіз талып қалуыңыз мүмкін. Ал талып қалсаңыз, сіз
егер жедел жәрдемге шақыра алмасаңыз, яғни соңы өте өкінішті жағдайларға алып келуі мүмкін. Кейбір науқастар уақытым жоқ, тез тексеруден өткім келіп тұр, не істеймін, уақытым жоқ, жұмыстамын деп айтады, немесе емханаға барғым келмейді, көп күту керек деп айтып жатады. Ондай жағдайда жекеменшік клиникаларға хабарласасыз. Сосын хирург, проктолог, егер бар болса, проктолог дәрігерге жазылыңыз. Проктолог дәрігер, хирург проктолог дәрігерге жазылып, сол кісінің консультациясын алып, сізді тексеріп, сосын керек сіздерге анализдер тапсыруға, яғни сізге жолдама береді. Жалпы қан анализін, биохимиялық анализ, сонымен қатар үлкен дәретіңізді тексереді. Керек болса сізді тікшекпен пальпациялау арқылы ішегіңізді тексереді. Егер одан да тексере келе сізге аноскопия немесе колоноскопия деген зерттеу әдістері керек болса, сол зерттеулерге жібереді. Мына суретте сіз көріп тұрғаныңыздай, мынау аноскоп деген аппарат. Осы аноскоп арқылы тікшекті осылай аноскоппен қарайды. Аноскоппен тікшектің қабырғаларын қарап, қандай да бір жаралар, сінулер болатын болса, осы аноскоп арқылы сізді қарайды. Бұл зерттеу өте маңызды. Егер қандай да қатерлі ісіктер, жаралар, басқа да бір аурулар болса, көріп, яғни тез диагноз қоюға болады. Аноскопия бұл дәрігерге асқазан ішек жолындағы, әсіресе анус пен тікшектегі ауытқуларды анықтауға көмектесетін қарапайым медициналық процедура. Аноскопия жасау үшін дәрігер анусқа аноскоп деп аталатын құрылғыны енгізеді. Бұл аумақ әдетте пластикпен бір рет қолданылатын немесе тот баспайтын болаттан залалсыздандырылған құрап жалдық болып табылады. Аноскоп дәрігерге анальды ректальды аймақтардағы тіндерді егжей-тегжейлі қарауға мүмкіндік береді. Аноскопия ішектің төменгі бөлігіне әсер етуі мүмкін бірнеше жағдайлар мен ауруларды анықтай алады. Оларға мыналар жатады: қатерлі ісік, тіндердің жыртылуы, анальды жарықтар деп аталады, геморрой, анус немесе тікшектен айналасындағы ісінген тамырлар, тік ішек полиптері. Сонымен қатар геморройды көтеу деп те атайды. Яғни білеміз, тік ішекпен ануста бізде тамырлар бар. Егер сол тамырлар босаңсып кеңейіп кететін болса, кейін сол тамырлардан, яғни тік ішектің бездерінің түсуі болуы мүмкін, сыртқа шығуы, қанау болуы мүмкін. Сонымен қатар жыртылулар, мына анустағы сфинктердің жыртылулары болуы мүмкін, содан да қан кетуі мүмкін. Соның бәрін, яғни біз аноскоп арқылы қараймыз. Сонымен қатар колоноскопия деген зерттеу әдісі бар. Осы мына суретте мен сіздерге көрсеттім. Мынау колоноскоп деп аталатын аппарат. Осы аппарат арқылы тікшекке мына шлангтың басында видеокамерасы бар. Сол камера арқылы кіріп, сіздің асқазан ішек жолыңыздың жағдайын, яғни тінде жаралар бар ма, осыны видеокамера арқылы көреді. Еще жанында монитор тұрады, сол монитор немесе үлкен телевизор тұрады, сол мониторға беру арқылы көреді эндоскопист дәрігер. Колоноскопия сияқты күрделі процедура тоқішек пен тікішек патологиясын диагностикалау үшін қажет екендігі белгілі. Процедура артқы тесікке зондты колоноскопты енгізуден тұрады. Зонд икемді, түтікке бекітілген және кішкентай бейне камерадан тұрады. Бұл дәрігерге ішектің бүкіл шырышты қабатын зерттеуге мүмкіндік береді. Құрылғының ұзындығы 1,45 метр болатын бұл соқыр сигма тәрізді жиек және тікішек тексеруден мүмкіндік беретін колоноскопия. Аш ішекке әсер етпейді. Қажет болса колоноскопия полиптерді немесе ісіктерді басқа түрлерін алып тастауға немесе талдау үшін тіндерді үлгілерін алуға болады. Биопсия. Осы колоноскоп аппаратының ұшында өзінің құрал жабдықтары бар. Мына жерде көріп отырсыз, эндоскопист дәрігер мына ұстап тұр. Осы арқылы колоноскопты басқарып, егер қандай да бір жаралар, сінулер, полиптер көретін болса, ол неден тұратыны туралы зерттеуге жіберу үшін кішкене биоптат, кішкене бөлігін кесіп алып, оны
биопсияға жібереді. Биопсияға жібергенде не істейді? Оны бізде патологоанатом деген дәрігер бар. Осы дәрігерлер микроскоптың астында көріп, сол биопсияны қандай жасушадан тұрады, қателісік жасушалар емес па, жасушалар өзгерген жоқ па, сол туралы ақпарат береді. Қорыта келе айтқанда, егер қан аралас, үлкен дәретіңіз қан аралас шығатын болса, тексеріліп, зерттеп, яғни емдеріңізді алыңыздар. Көбінесе 60-70% бұл геморрой болып табылады, немесе сызаттар, жыртылулар болуы мүмкін. Ішқатулар кезде үлкен дәретіңіз үлкен нәжіспен шығатын болса, ол анусты жыртып жіберуі мүмкін, яғни сызаттар пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар осы геморрой 60-70% кездеседі. Сондықтан ешқандай уайымдамаңыздар, барып тексеріліп, зерттеуден өтіңіздер. Енді күрделі жағдайларда болып жатады. Осындай жағдайларда тікшектің рагы, сонымен қатар одан да ауыр диагноздар, яғни рак, әртүрлі крон ауруы дейді, осындай ауруларды қойып жатамыз. Сондықтан өзіңіздің денсаулығыңызға өзіңіз жаныңыз ашысын, дәрігерлерге барып тексеріліңіздер, ешқандай қорықпаңыздар, дәрігермен ашық сөйлесіп, өзіңіздің шағымдарыңызды айтыңыздар. Мысалы, бізде науқастар әртүрлі болады. Кейбір науқастар өзінің дәрігерін іздейді. Сондықтан өз дәрігерлеріңізді тауып, ешқандай уайымдамай, шағымдарыңызды айтып, зерттеулерден өтіңіздер. Өзіңізді әрқашан бірінші орынға қойыңыздар. Ешқандай қорықпаңыздар. Барып тексеріліп, не үшін болып жатқанын біліңіздер және өзіңізге көмектесіңіздер. Сау саламатты болыңыздар. Сіздерді жақсы көрем. Лайк басып, осы каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келешекте одан да құнды тегін ақпараттар беретін боламын. Сау болыңыздар.